Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен артикуляциялық жаттығуларды жасап үйренеміз. Айналарыңызды алып, дайындалыңыздар. Терезе жаттығуы. Терезені ашып ем, жел соқты ғой бір кезде, жауып едім, онымен күн шықты ғой лезде. Аузымызды кең ашып, жабамыз. Күрек жаттығуы. Күректі алып жер қазып, отырғыздым көксөкті. Күрекпенен қазған жерден мен өнімді алдым мол қылып. Тілімізді астыңғы ерінге төсеп, жалпақ қылып ұстап тұрамыз. Атым шауып келеді, тақылдатып тұяғын, жүйрік атым шаба түс, шаршамаған тұлпарым. Тілімізді жоғарғы таңлайға тартып тұрып, қағып қаламыз. Желбезек созылуы керек. Тәтті тосап, таңқураймен өріктен, қайнаттан ам тосапты, дәмі қандай керемет, кетер емес ауызда. Тіліміздің ұшымен жоғарғы және төменгі ерінді тосапты жалап шығамыз. Кесе. Алып келді дүкеннен, апам менің ақ кесе, құйып алып кесеге, дәмді етіп шай іштім. Ауызды кең ашып, жалпақ тілді жоғарғы іске қарай көтереміз, бірақ тегізбейміз. Кесе ұқсатып, қайырып ұстап тұрамыз. Саңырау құлақ. Жауыннан соң қаптаған саңырау лақты көрдің бе? Қоңыр қызыл бастары, түзу екен саптары. Аузымызды кең ашып, тілімізді қатты таңлайға жабыстырып ұстап тұрамыз. Тіс щеткасы. Таңертең тұрып ертемен тазалаймын тісімді. Тісім менің әппақ, айтамын мен тақпақ. Аузымызды кең ашып, еріндер күлімсірейді. Жалпақ тілдің ұшымен жоғарғы, төменгі тістерді тазалап шығамыз. Әткеншек. Әткеншекке отырып, тербелеміз күнде біз. Балалармен жеткіншек, таласпаймыз мүлде біз. Тілімізді мұрынға және иекке кезек-кезек апарамыз. Қоршау. Қарап едім қоршауға, ұқсап кетті қамалға. Тістеріміз жабық, ерніміз күлімсірейді. Сылақшы. Сылақшы біздің мықты ғой, қоршауды сылап шықты ғой. Әдемі бояу көңілге қуаныш шаттық сыйлайды. Аузымызды кең ашып, тіліміздің ұшымен қатты таңлайды, әрі-бері сылақшы ұқсап сылаймыз. Піл тұмсығы. Тұмсығына ұқсатып, ерінді мен ұстадым. Ұзын ғой піл тұмсығы, түтікшіге ұқсаған. Ернімізді піл тұмсығы ұқсап, созып ұстаймыз алға қарай. Бақа. Бақылдаған бақаның даусы қандай ашты еді. Күлімсіреп қараса, әдемі боп кетеді. Ерніміз күлімсірейді. Шар. Шарларым бар әдемі, қызыл жасыл көк түсті. Ауа толған ішіне, аспанға ол тез ұшты. Ауыз қуысына ауа толтырып, шар құсатып үрлейміз. Баян. Баян деген аспапта ойнады менің ағайым. Созылып бір жиналып, керемет әуен шығарды. Аузымызды кең ашып, тілімізді қатты таңлайға жабыстырып, аузымызды ашып жабамыз. Тілімізді жібермей ұстап тұрамыз. Сағат. Сырт-сырт соғып сағатым, уақытты ол көрсетер. Барар жерден қалдырмай, уақытымен жол сілтер. Жіңішке ерінді ауыздан шығарып, оңға, солға қимылдатамыз. Тарақ. Тарақпенен тараймыз, шашымызды күнде біз. Біз тәртіпті баламыз, сұлу әрі данамыз. Тілімізді шығарып, жоғарғы тістермен тіліміздің ұшынан бастап түбіне дейін ақырын тістейміз. Балақай, сен артикуляциялық жаттығулардың барлығын ішіңнен 10-ға дейін немесе 5-ке дейін санап жасауың қажет.
болмаса 5-15 секундқа дейін жаттығуларды жасауымыз керек. Жаттығу жасағанда міндетті түрде айнаны пайдалануды ұмытпа. Біздің жаттығуларымыз саған өте пайдалы. Ол дыбыстарды анық айтуға, аузыңды кең, әдемі ашуға, өлең, тақпақ айтқан кезде әдемілеп айтуға, жаңылтпаш айтқанда достарыңды жаңылдыруға көмектеседі, балақай. Осының барлығына артикуляциялық жаттығулары. Жай сөйлегенде, әңгіме айтқан кезде сен басқалардан ерекше қып көрсетеді. Соны есіңнен шығарма, балақай. Сенің күлкің әрдайым әдемі. Осыны ұмытпа. Сау бол, балақай. Келесі сабақта кездескенше.